жас эрудит олимпиадасының аудандық кезеңін талдайтын боламыз. 5 сынып. Здравствуйте, меня зовут Камал Даняр. Мы сейчас будем разбирать олимпиаду жас эрудит, 5 класс, районный тур. Как и в прошлом видео, мы сначала начнем задачу на казахском, а потом разберем и на русском. Алдындағыдай бірінші есепті біз қазақша талдаймыз, одан кейін орысшаға көшеміз. Енді бірінші есепке келетін болсақ, бірінші есеп бізде геометрия. Келесі суретте бізде кесінділер берілген, олардың ұзындықтарымен және соны қолданып бізге CD кесіндісінің ұзындығын табу керек. Енді бұндай есептер жалпы математикада есептер әртүрлі жолмен шығарсақ болады. Ең маңыздысы дұрыс жауапты табу. Мұнда мысалға біз теңдеумен де шығарсақ болады, немесе логикалық тұрғыдан да тапсақ болады. Ең маңыздысы біз есепті дұрыс жауабын табу. Енді есепті шығарайық. Бізде АБ ең ұзын кесінді 20 см екен берілген, АД болатын болса бізде 10 см. Енді бізде кішірек кесіндіміз 10 см болатын болса, келесі жартысы демек олда не болады? 10 см болады. Неге? Өйткені екеуінің қосындысы 20 болу керек. Енді тағы не берілген? Бізде BC бізде 14 см. Яғни мына жерім 10 см, ал оны ұзынырағым 14 см болатын болса, мынау CD кішкентай кесіндім, менде 4 см болады. Сонда жауабым С екен. Первая задача у нас на геометрию. Здесь даны отрезки АБ, АД, БЦ, и нужно найти длину отрезка CD. В этой задаче или в любой математической задаче главное правильно найти ответ. В каждой задаче в математике могут быть разные решения, различные методы решения, но если у вас правильный ответ, это окей. Так и в этой задаче мы можем решить эту задачу через уравнение, как обычно показывают в школе, да? Или можно даже логически догадаться, но это как вам удобно. Давайте теперь приступим к решению. У нас АБ, самый большой отрезок, равняется 20 сантиметрам, и второй отрезок, который нам дали, это АД, 10 сантиметров. Но здесь сразу можно догадаться, что вторая часть АБ, это БД, тоже будет равняться 10 сантиметров, потому что в общем должно быть 20 сантиметров. Теперь, что еще нам дано? У нас есть BC, отрезок BC, он равняется 14 сантиметров. Но получается, если BC у нас 14, а вот эта часть 10 сантиметров, понятно то, что вот эта маленькая часть CD будет равняться 4 сантиметрам. Ответ С. Идем дальше. Енді келесі есеп бізде текстік есеп. Мұнда біз бөлікті қолдану керекпіз және де жуықтау. Олар осы тақырыптарды біледі деген сенімдеміз. Бізде Қазақстан-Дания футбол матчына жалпы 27520 көрермен қатысты. Оның 10-нан бірі Даниядан келген қонақтарымыз. Енді бізге қазақ жанкүйерлерінің санын тауып, оны жуықтап айту керекпіз. Жуықтау дегеніміз шамамен қанша, ондыққа дейін жуықтасақ болады, яғни неше ондық бар екенін айтамыз. Жүздікке дейін жуықтасақ болады, бұл есепте бізде мыңдыққа дейін жуықтау керекпіз, яғни неше мың екенін айту керекпіз. Шамамен неше мың. Бірінші тауып айық. 27520-ны 10-нан бірін табу үшін 10-ға бөле салам. 10-ға бөліп, бірге көбейтем. Енді бір-ақ бөлік болғандықтан 10-ға көбейтейік. Сонда менде жауабы 2752 даниялық көрермендер бар. Енді жалпы көрермендерден осы санды азайтамын. 8, 6, 7, 24, яқтан бір ой бердім, сондықтан 24 болып кетеді. Сонда менде 24768 қазақ бар. Қазақстандық жанкүйерлер бар. Осыны шамамен мыңдыққа дейін жуықтаған деген сөз. Не істеймін? Шамамен неше мың екен айту керек. Яғни соңғы үш цифр менде 0 болып кетеді. Енді бұл жерде түсінікті, бұл 24 мың деп айтсақ болады, немесе 25 мың деп айтсақ болады. Шамамен 24 мың немесе шамамен 25 мың. Бірақ қайсысы дұрыс болады?
біз ол үшін бұл 24768 қай санға жақынырақ екенін таңдау керекпіз. Бізде жүздігіміз 7 болғандықтан, 700 болғандықтан ол бізге қай жаққа жақын? 1000-ға жоғары қарай жақын, сондықтан бізде жауабы 25.000 болады. Өйткені 24768 ол 25.000-ге жақынырақ 24.000-ге қарағанда. Сонда жауабым Б. Так, вторая задача у нас задача на долю и еще на округление. Надеюсь, вы эти темы уже знаете. Давайте начнем решение. У нас всего 27 520 болельщиков. 1/10 часть это гости издания, получается болельщики издания. А остальное это болельщики из Казахстана. Нам нужно найти количество именно болельщиков из Казахстана и округлить до тысячных. Округление это просто нужно сказать примерно сколько зрителей. Получается, можно округлить до десятых, это с одним ноликом. Можно округлить до сотых, это с 2 ноликами. А в этой задаче нужно округлить до тысячных. Это получается, нам нужно сказать примерно сколько тысяч зрителей из Казахстана, да? Ну, для этого сначала найдем, сколько у нас датчан, получается 27 520, просто делим на 10, потому что нужно найти 1/10 часть, да? Получается у нас 2752 болельщиков из Дании. Теперь давайте попробуем найти количество казахов. 8, 6, 7, 4, 2. Получается, ну, понятно то, что так как матч проходит в Казахстане, у нас большая часть болельщиков будет из Казахстана. Это точная цифра, точное число, да? Или можно сказать точное количество. Это 24 768. Но, так как нужно округлить, получается это примерно сколько тысяч. Получается, последние 3 цифры должны быть ноликами. И, ну, понятно то, что здесь можно сказать 24 тысяч или 25 тысяч. Но какую из них нужно выбрать? Для этого нужно понять, к какому числу находится ближе, да? Наше число. Для этого смотрим на число сотых. Это 7. Получается 7 ближе к 10, чем к нулю. Из-за этого 24 768 ближе к 25 тысяч, чем к 24. Да? Получается у нас ответ 25 тысяч. Ответ Б. Енді үшінші есепке келсек, бұл жерде де бізде текстік есеп, мәтіндік есепте көбінесе теңдеумен шығарған тиімді, немесе бағана айтқандағыдай логикамен, немесе өзіңіздің қалаған жолмен тапсаңыз болады. Бірақ бұл жолы мен сіздерге теңдеуді құруды көрсетейін. Теңдеу дегеніміз ол теңдік, яғни біз теңдеу құру үшін тең шамалар табу керекпіз. Бірінші оқып көрейік. Бірінші қатардағы бүлдірген түптерінің саны екінші қатардағы бүлдірген түптерінің санынан 2,5 есе артық дейді. Бірінші қатардан 12 түп бүлдіргенді алып, екінші қатарға отырғызғанда, екі қатардағы бүлдірген түптердің саны бірдей болды. Міне, сөзді таптық. Қандай сөз? Бірдей болды. Бірдей болды деген сөз тең деген сөз. Яғни мен ол жерде теңдік жасай аламын. Қандай теңдік? Бірінші түптен азайтсам нені? 12-ні алып тастадым да, екіншіге 12-ні алып мына жаққа қойған кезде, демек біріншісінен 12-ні алдым, және де ол 12-ні екіншісіне қойған кезде екеуінің арасы тең болды. Енді тағы да қандай ақпарат бар? Бірінші қатардағы түптердің саны екіншісіне қарағанда 2,5 есе көп. Яғни, мынау x болатын болса, мынау бізде 2,5 x болады. 2,5 есе артық. Біз белгісіз нәрсені көбінесе ең кіші санды белгісіз, ең кішісін x пен алғанымыз дұрыс болады, өйткені басқаларын x түрінде жазу оңайырақ болады. Демек, ең кішісі мұнда
екіншісі, өйткені біріншісі екіншісінен 2,5 есе артық қой, демек екіншісі азырақ, оны x деп алдым, біріншісі сонда 2,5x болды. Сонда менде теңдеуім 2,5x азайтылған 12 тең x қосылған 12. Енді теңдеуді шешуді білеміз. X-тарды бірге топтаймын. Мына x-ті солға жіберем, 12-ні керісінше 10-ға жіберем. Сонда менде не болды? 2,5x қосылған x тең 12 қосылған 12. Мұнда бізде кешірім сұраймын, мұнда бізде азайту болу керек. Өйткені мына x солға барған кезде таңбасы ауысады. Мына 12 мына жақта азайту болса, 10-ға барған кезде керісінше қосу болады. Сонда менде 1,5x тең болады 24. Демек x ол 24-ті 1,5-ға бөлу керекпін. Сонда менде не шығады? Оңайырақ бөлу үшін 2-ке көбейтсем болады. Астында үстінде менде 48-ді 3-ке бөлем, яғни x менде 16-ға тең. Енді бізде екінші қатардағыны сұрап тұрғандықтан ол біздің x, демек жауабым С. Третья задача у нас опять задача на текст. Как я уже говорил, можно решить разными путями, но в этот раз давайте я покажу вам решение с составлением уравнения. Уравнение — это у нас, чтобы составить уравнение, у нас должны быть равные величины. Да? Давайте посмотрим, где можно поискать разные величины тут. Количество цветов в первом ряду в 2,5 раза больше, чем количество цветов во втором ряду. Здесь нету пока что равенств. При пересадке 12 цветов из первого ряда на второй ряд количество цветов в обоих рядах стало одинаковым. Вот очень важное ключевое слово — одинаково. Одинаково означает равны, равенство. Значит, первый ряд мы отняли 12 цветов, пересадили на второй ряд, получили одинаковое количество, получается равенство. Теперь очень важно, мы не знаем, чему равняется первый ряд и второй ряд, значит, нужно составить уравнение, дать буквы, да? Ну, не обязательно буквы, конечно же, но можно буквами. И я вам советую взять за x самое наименьшее величину, да? Здесь у нас наименьшее x, потому что здесь написано, что первый ряд в первом ряду в 2,5 раза больше. Значит, если здесь x, здесь будет 2,5x. Получается у нас уравнение 2,5x минус 12. Это x плюс 12. Как решается уравнение? Я думаю, вы уже знаете. Нужно просто сгруппировать иксы и числа отправить на другую часть. Получаем 2,5x минус x, потому что когда меняем сторону, меняется и знак. И здесь 12 отправляется, здесь был минус, туда отправляется как плюс. Получаем 1,5 х, это у нас 24. Значит, x это у нас 24 нужно разделить на 1,5. Чтобы было удобно, давайте умножим 2 на 2. Получаем 48 нужно поделить на 3. Значит, ответ у нас x 16. Нам нужно было найти количество цветов во втором ряду. Ну, x это и так у нас второй ряд, получается ответ С. Келесі есеп, төртінші есеп бізде өрнек берілген, оны ыңғайлы жолмен шешіңіз. Енді мұнда көбейтулерді орындауға болады, бірақ ол ыңғайлы жол болып саналмайды. Енді өзіңіз тез шығара алатын болсаңыз, тез шығарсаңыз болады, әрине, бал алу үшін, бірақ бұл жерде негізі жақшамен жұмыс. Егерде естеріңізде болса, бізде мысалға 10 көбейтілген 2 қосылған 10 көбейтілген 5 болатын болса, 10-ды жақшаның сыртына шығарып 5 қосылған 2, яғни қосуны мына жаққа жазып, 10-ды бірден 7-ге көбейтіп 70 деп алсам болады. Мына жақта менде 20 қосылған 50, ол да 70. Демек мен ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарсам болады. Мұнда бізде ортақ көбейткіш 216. 216-ны жақшаның сыртына шығаратын болсам, менде 62 қосылған 62 қосылған 17 болады. Азайтылған 79 көбейтілген 116. Әлі де көбейтуді орындамаймын. 216 көбейтілген 79, азайтылған 79 көбейтілген 116.
Мұнда да не істесем болады? Ортақ көбейткіш 79, 79 жақтың сыртынан шығарамыз. Мұнда 216 азайтылған 116 шығады. Неге азайту десеңіз, мұнда бізде екеуінің арасында азайту, сол таңба бізде жақшаның ішіне де түседі. Демек менде 79-ды 100-ге көбейте салу керек. Жауабым С. Четвертая задача у нас задача нужно найти просто значение выражения, но удобным методом. Здесь, конечно же, числа большие, можно умножить, но здесь основная тема это скобки. Работа со скобками. Если помните или не знаете, могу показать. Получается 10, если умножается на 2, плюс 10 умножается на 5, его можно, 10 можно за скобкой вытащить, потому что это у нас общий множитель слагаемых. Тогда то, что остается, можно написать внутри скобки, и вот этот знак сюда падает, получается 10 можно сразу умножить на 7, 70. А здесь 10 умножаем на 2, получаем 20, 10 умножаем на 5, получаем 50, их сумма будет 70. Без разницы, как удобно. Можно и так, если у нас, например, там 10 умножается на 101, что можно сделать? 10 сначала умножить на 100, а потом на 1. Получается 10 умножаем на 100 плюс 10 умножаем на 1, получаем 1000 плюс 10. Ну, мы и так делаем это в голове. Так что это у нас примерно понятно. Здесь 216 у нас общее. Что можно сделать? Вытащить за скобкой, получаем 216. Внутри получим 62 плюс 17. Здесь у нас минус 79 умноженное на 116. Так, пока что умножение не делаю, потому что неудобные числа. 216 здесь умножается на 79, а здесь 79 умножается на 116. Заметим то, что здесь и здесь у нас 79. Значит, можно вытащить за скобку, потому что это общий множитель. 79, 216 минус 116. Почему минус? Потому что здесь знак минус. Вот тот же знак у нас нужно написать внутри скобки. Получаем 79 умножается на 100. Это понятно, что 79 и 2 нолика приписываем. И у нас выходит ответ С. Бесінші есеп ең оңай есептердің бірі. Мұнда біз жай ғана теңдеуді шешу керекпіз. Енді көп оқушылар шатасуы мүмкін. Бұл жерде бірінші жақшаны орындаймыз. 143-ті бөлу керекпіз 11х-қа, ол бізде 13-ке тең болды. Енді бізде естеріңізде болса, мынау бірінші бөлгіш, мынау екінші бөлгіш, екеуінің орнын ауыстырсақ ештеңе өзгермейді. Яғни 143 бөлінген 13 тең болады 11х-қа. Сонда 143-ті 11-ге бөлсем, 13-ке бөлсем 11 шығады, 11х, яғни х бізде 1-ге тең, өткенде 11 қысқарады. Жауап А. Пятая задача у нас, можно сказать, самая легкая задача, но нужно здесь что-то понять. Самое первое, нам нужно сначала посчитать, чему равняется скобка. Это очень важно. Со скобки начинается, делится на 11х, это 13. Теперь здесь нужно заметить то, что х у нас не перед, а как делитель стоит. Получается, если помните, первое делимое, делитель и второй делитель, мы можем поменять местами, от этого уравнение, значение уравнения не теряется. Получается 143 деленное на второй делитель будет равняться первому делителю. Значит 11 равняется 11 х, здесь 11 сокращается, х это получается единица. Ары қарай, енді бізде 210 санның жай бөлгіштерінің қосындысын табыңыз. Яғни бірінші жай бөлгіштерін табу керек. Жай бөлгіштерін табу үшін оны 2, 3, 5 деген сандарға бөліп көрем. 2-ке бөлсем не болады? 105 болады. 105 енді бізде тақсан, 2-ке бөлінбейді. Бірақ цифрлардың қосындысы 6, яғни 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлсем не болады? 35 болады. 35 соңғы 3-ке бөлінбейді. Соңғы цифрасы 5, яғни 5-ке бөлінеді. 7, 7, 5. Яғни менде цифрлар шықты, сандар шықты. Әрқайсысы жай бөлгіш болғандықтан олардың қосындысын таба салу керек. Демек менде жауап 10, 17. Да. У всех простых делителей числа 210. Мы все знаем, что такое простое число.
Это числа, которые делятся на себя и только на один. Получается два делителя. Это как атомы, их нельзя дальше разложить. Получается 210, чтобы найти сумму всех простых делителей, значит нужно найти эти простые делители, да? Получается 210 у нас это четное число, значит делится на 2, будет 105. 105 сумма цифр у нас 6, значит делится на 3, будет 35. Ну 35 делится на 5, будет 7, 7, 1. Получается 210 это у нас 2 умноженное на 3 умноженное на 5 умноженное на 7. Проверяем, то, что все эти числа являются простыми. Да, 2, 3, 5, 7 это простые числа. Их сумма будет 2 плюс 3, 5, 10, 17. Значит, ответ D. Келесі есепте бізде үлкен сан берілген, 19-ға бөлінетін белгілі, x бізде бір таңбалы сан болса, x неге тең дейді. Енді 9-ға бөлінетін бөлінгіштік қасиеті қандай? Егерде сан 9-ға бөлінетін болса, онда оның цифрларының қосындысы 9-ға бөлінеді. Демек, 3 қосылған 4, қосылған 6, қосылған 2, қосылған 1, қосылған x, қосылған 2, қосылған 1, 9-ға бөлінеді. Енді бұл үшін енді сандарды қосып шығайық. Жалпы сандар 19 болады. 19 қосылған x 9-ға бөліну керек. Енді x бізде бір таңбалы сан екенін қолдану қалды. 19-дан үлкен қандай сан бізге 9-ға бөлінеді? Ол 27, келесі 36. Енді 27 болатын болса, бізде x 8 болады. Ал егер 36 болатын болса, онда x бізде нешеге тең болады? 17-ге тең болады. Бірақ x бір таңбалы, яғни цифр болғандықтан ол 9-дан аса алмайды. Демек, жауабымыз біз 27-ні таңдау керекпіз. 27 таңдаған кезде бізде x-іміз 8 болады. Сонда x тең 8 болған кезде біздің берілген санымыз 9-ға бөлінеді. Теперь у нас в седьмой задаче нам нужно найти x, это x цифра. И известно то, что вот это вот число делится на 9. Здесь нужно вспомнить признак делимости на 9. Мы знаем, что если число делится на 9, значит сумма цифр делится на 9. Да? Получается, это у нас все цифры. 3 плюс 4 плюс 6 плюс 2 плюс 1 плюс x плюс 2 плюс 1 делится на 9. Складываем все числа, получаем 19. X пока не трогаем, делится на 9. Теперь нужно использовать то, что x это какая-то цифра. Получается, нужно найти число, которое больше, чем 19 и делится на 9. Это у нас 27. Да? Следующее будет 36. Но если взять 27, то что вот это вот число равняется 27, у нас x получится 8. А если равняется 36, у нас получится x 17. Но так как x является цифрой, вот этот вариант мы убираем. А дальше уже еще будет больше. Получается, только вот этот вариант подходит. X это 8. Если x равняется 8, наше число будет делиться на 9. Келесі 8-ші есепке келдік. Бізде 4 дос жұмыс жасап бір күнде ақша тапқан. Әрқайсысы әртүрлі ақша тапқан, бірақ олар ақшаны теңдей бөлуді ұйғарды. Сонда 40 000 теңге тапқан дос жігіт басқаларға неше теңге үлестіріп беру керек? Ода басқаларда бірдей болатындай. Енді бұл үшін жалпы ақшаны табу керекпіз. 15 000 қосылған 20 000 қосылған 25 000 қосылған 40 000. Егерде барлығын қосып шығатын болсақ, бізде 60, 40, 100 000 шығады. 4 адам 100 000 теңге тапты. Енді барлығына бірдей үлестіру үшін адам санына бөлім, 4 адамға бөлеміз. Сонда әрқайсысы 25 000 теңгеден алу керек. Әрқайсысы 25 000 теңгеден алатын болса, бізде 40 000 тапқан адам басқаларға 15 000 теңгесін бөліп беру керек. Восьмая задача, здесь нам нужно понять. Текстовая задача опять. 4 друга за один день заработали по 15, 20, 25 и 40 тысяч тенге. Но они решили разделить заработанную сумму поровну. Сколько тенге должен отдать друг, который заработал больше всех, своим друзьям? Получается, сколько должен отдать друг, который заработал 40 тысяч,
чтобы у всех было поровну. Но сначала нужно понять, сколько они заработали в сумме. 15 тысяч плюс 20, 25 плюс 40 у нас получится ровно 100 тысяч тенге. Делим на количество друзей, количество людей, да, у нас получится, ну, делим на 4, получается 25 тысяч тенге. Значит, если они хотят поделить все поровну, значит, каждый должен получить по 25 тысяч тенге. Значит, у друга, у кого там 40 тысяч тенге, он должен отдать 15 тысяч тенге и оставить 25 тысяч тенге, чтобы у всех было поровну. Тоғызыншы есеп. Екі жай санның қосындысы 13-ке тең болса, олардың көбейтіндісі нешеге тең? Енді қандай екі санның қосындысы 13-ке тең болады? Олар егер натурал сан болса, 1 қосылған 12, 2 қосылған 11, 3 қосылған 10, 4 қосылған 7, 4 қосылған 9, 5 қосылған 8, 6 қосылған 7, ары қарай қайталанады. Енді осылардың ішіндегі қайсысы бізге сәйкес келеді? Жай сан. Мыналардың барлығын өшіріп тастайын, өйткені бұл жерде жұп сандар бар. Мұнда да жұп сан бар, мұнда да жұп сан бар. Демек тек қана 2 қосылған 11 сәйкес келеді. 2 қосылған 11 екеуі де жай сан, қалғандардың барлығы келмейді екен. Сонда 2 мен 11-ді көбейткен кезде менде жауабы Б шығады. Әрине бұл есепті басқаша да шығарса болады, тезірек олимпиадалық тұрғыда, бірақ осылай да варианттармен жұмыс жасасақ та болады. В 9-й задаче у нас дано то, что сумма двух простых чисел у нас 13. Чему равно произведение? Произведение — это умножение. Да? Умножение этих простых чисел. Ну, давайте просто напишем все варианты, какие два числа в сумме нам дают 13. Это 1 плюс 12, 2 плюс 11, 3 плюс 10, 4 плюс 9, 5 плюс 8, 6 плюс 7. Дальше уже 7 плюс 6 там повторяется. Теперь среди них просто выберем варианты, где у нас простые. Здесь у нас 12 непростое, 10 непростое, 4 непростое, 8 непростое, 6 непростое число. Значит, подходит только второй вариант, это 2 и 11. Оба числа являются простыми, а их произведение или умножение равняется 22. 10 есепке келсек, бұл бізде логикалық есеп. Байқағандарыңыздай бізде әр олимпиадада логикалық есеп, яғни тұжырымдармен жұмыс жасау келеді. Бұл жерде Данияр, Сержан, Қуаныш, Камал бір қатарда отыр. Олардың орындықтары 1-ден 4-ке дейін нөмірленген. Серік оларға қарап, Сержан Қуаныштың жанында отыр, Данияр Сержан мен Қуаныштың ортасында отыр деп айтты. Алайда ол екі жағдайда да өтірік айтқан екен. Егер 3-ші орындықта Сержан отырған болса, 2-ші орындықта кім отыр? Енді бізде осы ақпараттарды қолданып 3-ші орындықтағыны табу керекпіз. Кім отқан? 1-ші орындық, 2-ші орындық, 3-ші және 4-ші орындық деп белгілеп қоямын. Енді біз білеміз 3-ші орындықта Сержан отыр. С деп белгілеп қоям. Енді біз Серіктің айтқан сөздерін керісін табайық. Өйткені ол өтірік айтты ғой. Сержан Қуаныштың жанында отыр дейді. Ол өтірік айтып тұр. Демек, Қуаныш немесе Сержан ол Қуаныштың жанында отқан жоқ. Демек, Сержанның жанында 2 мен 4 деген үстел отыр ғой, үстел. Ол жерде Қуаныш жоқ. Қуаныш қай жерде? Тек қана бір вариант бар. Қуаныш 1-ші орындықта отыру керек. Енді екіншісі сөйлем. Данияр Сержан мен Қуаныштың ортасында отыр. Ол өтірік. Яғни Сержан мен Қуаныштың ортасында мына жерде Данияр отқан жоқ. Егер Данияр ол жерде отырмалса, ол жерде Камал отыр. А Данияр 4-ші орында отыр. Демек, 2-ші орындықта кім отыр? Камал отыр екен. Жауабы Д. 10-я задача у нас логическая задача. Нужно поработать с утверждениями. Вы уже заметили то, что в каждой нашей олимпиаде у нас встречается такая логическая задача. Давайте приступим к решению этой задачи. Данияр, Сержан, Қуаныш, Камал сидят в одном ряду. Их стулья пронумерованы числами от 1 до 4. Получается, у нас есть 4
таких стульев. 1, 2, 3, 4 пронумерованы. И в каждом из них сидит кто-то. Теперь Серик сказал, сержант сидит рядом с Куанышем. Данияр сидит между сержаном и Куанышем. Да? Но эти высказывания Серика неверны. Получается, он врет. Да? Если известно, что на третьем стуле сидит сержант, то кто сидит на втором стуле? Получается, здесь у нас сидит сержант. И мы должны использовать вот эти вот высказывания, чтобы понять, кто сидит здесь. Но мы знаем то, что Серик врет. Сержант сидит рядом с Куанышем. Получается, он не сидит рядом с Куанышем. Получается, рядом с сержантом нету Куаныша. Здесь и здесь нету Куаныша. Значит, где он? Он тут. Да? Теперь дальше. Данияр сидит между сержантом и Куанышем. Здесь он тоже врет. Получается, здесь между сержантом и Куанышем Данияра нет. Данияр вот здесь вот. Значит, на втором стуле кто сидит? Сидит Камал, который между Куанышем и Сериком. Там Данияра нет. Получается, ответ здесь Д. Идем дальше. 11-ші есеп бізде шетелдік немесе жалпы қазіргі есептерде көп осындай кездеседі. Математика мұғалімі келесі екі жаңа амалдарды ойлап тапты. Амалдардың формуласы берілген, осы формулаларды қолданып есеп шығару керекпіз. Яғни үшбұрыш нені білдіреді? Екі санды мына жақта жазылып тұрған квадраттап бір-бірінен азайту керек. Төртбұрыш нені білдіреді? Екеуін азайтып квадратқа алу керек. Яғни 5 үшбұрыш 3 деген нені білдіреді? 5-ті квадраттаймын, 3-ті квадраттаймын, азайтам. Яғни мұнда 25-тен 9 азайтам, 16 шығады. Енді 16 және де 6-ны төртбұрыш. Төртбұрыш нені білдіреді? Екеуін азайтамын, 10 шығады, 10-ды квадраттаймын, жауабы 10 квадраты деген не екенін білеміз ғой, 10-ды 10-ға көбейтем, яғни 100 шығады. Осымен есеп шықты. Так, в 11-й задаче у нас придумали новые алгебраические действия. Здесь есть формулы. Используя эти формулы, нужно найти, чему равняется вот это вот значение. Да? Треугольник — это у нас нужно возвести эти два числа в квадрат и найти их разность. Четырехугольник, там нужно отнять эти числа сперва, а потом возвести в квадрат. Получается, 5 треугольник и 3 это означает 5 в квадрате минус 3 в квадрате. 5 в квадрате это означает, что 5 умножаем на 5, значит 25, здесь 9, у нас выйдет 16. Потом 16 четырехугольник 6, там нужно сначала отнять, а потом возвести в квадрат. Получается 10 в квадрате или же 100. Ответ С. Идем дальше. 12-ші есепте бізде енді өрнек берілген, бөлшекке байланысты осы өрнектің мәнін табу керекпіз. Енді бізде бірінші өрнекте нені әр жақшаны тауып аламыз. Әр жақшаны тапқаннан кейін көбейту амалын орындаймыз. Ең бірінші жақшалар орындалады. Енді бір қосылған бірден бір дегеніміз не? Ол жай ғана ортақ бөлімге келтіретін болсам, бір қосылған бір, екіншісін ортақ бөлімге 2-ге келтіретін болсам, 2 қосылған бір, одан кейін 3 қосылған бір, ой, неяқта кешіріңіз, неяқта 2 болады, неяқта 3 болады, мына жақта 4 қосылған бір 4, одан кейін 5 қосылған бір 5, 6 қосылған бір 6, 7 қосылған бір 7, және 8 қосылған бір 8. Енді үстіңгі алымдарын санап шығатын болсам, 2-де 1, 3-де 2, 4 3, 5 4, 6 5, 7 6, 8 7 және 9 8 шығады. Енді бізде бөлшектерді көбейткен кезде естеріңізде болса, астыңғысы астыңғысына, үстіңгісіне көбейтіледі. Бірақ егер де біз қысқарта алатын болсақ, оларды бірден қысқартсақ болады. Демек, мына 2 мен 2 қысқартылады, барлығы қысқартылады. Тек қана 9 бен 1 қалады. Бірден 9 дегеніміз ол 9-ға тең. Демек, жауабы Д. Осылайша негізі есеп оңай шығады. Ары қарай, 12-ші есеп. 12-й задаче нам нужно найти значение выражения. Здесь у нас дробь, но сначала, так как здесь есть скобки, начинаем со скобок. Сумма натурального числа и дроби, можно сразу привести к общему знаменателю.
Получается 1 плюс 1 первых, 2 плюс 1 умножается, 2 плюс 1 вторых, 3 плюс 1, здесь уже знаменатель 3, 3 плюс 1 третьих и так далее. И в конце у нас будет 8 плюс 1 восьмых, да? Теперь давайте запишем каждую дробь, сложим, вот найдем, чему равняется именно числитель. У нас получится 2 первых, 3 вторых, 4 третьих, 5 четвертых, 6 пятых, 7 шестых, 8 седьмых и 9 восьмых. Мы знаем, что когда мы умножаем дробные числа, мы умножаем числитель на числитель и знаменатель на знаменатель. Да? Но если числа сокращаются, их можно сократить и до. Получается, 2 с двойкой сокращается, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 сокращается, остается только 9 и единиц. 9 первых, ну мы знаем, что 9 первых это просто 9. Значит, ответ да. Идем дальше. Енді бізде соңғы 3 есеп қалды. Соңғы 3 есепте бізде есептер ағылшын тілінде, есептер қиын емес, жай ғана дұрыс түсінсек жетілді. Square piece of paper is folded twice into 4 equal quarters as shown below. Бұл жерде 4 бұрыш қағаз 4-ке бүктелді дейді, және де осылай 4 қағаздай шығатындығы бүктелінді. Quarter дегеніміз ширек, and then cut along the dashed line. Мына жерден кестік дейді. Осы жерден кесетін болсақ, бізде қайтадан ашқан кезде астыңғылардың қайсысы шығады дейді. Енді дәл ортасынан кескендіктен бізде мына жер жоқ болып кетеді. Мына жақтарымыз ашылады. Бұл жерде түсіну керек, дәл ортасынан ашқан кезде не болады? Бізде осындай үшбұрыштардан, қазір дұрыстап көрсетіп жіберейін. Мына үшбұрыштардан бізде 4 қағаз кескендіктен 4-еу шығады. 4-еу шыққаннан кейін бізде ол 4 бұрышқа айналады. Енді демек ортасынғы 4 бұрыш бізде мына немесе мынау болу керек. Бірақ қайсысы дұрыс болады? Бізде кескен сызығымыз мынау шаршыға қиғаш орналасқандықтан мынау вариант болмайды. Өйткені мұнда олар тіке бірдей орналасқан, ал мына жақта қиғаш орналасқан. Демек жауабы С. Теперь пришли к задачам на английском. Последние 3 задачи у нас были на английском. Задачи несложные. Главное, нужно понять правильно. Дальше уже задачи несложные. Давайте перейдем к решению. A square piece of paper is folded twice into 4 equal quarters, as shown below, and then cut along the dashed line. Получается, у нас есть квадратная такая бумага, разложили вот так бумагу в 2 раза и получили вот это. И потом разрезали, сделали разрез тут. Получается, здесь нужно понять, какую фигуру мы получим в конце. Понятно, что так как здесь 4 бумаги, когда мы здесь сделаем разрез, у нас получится 3 таких треугольника, или можно сказать четырехугольник. Значит, вот эти 2 варианта мы просто убираем. Теперь дальше очень важно понять то, что вот эта линия разреза, она не параллельна линии нашего квадрата. Получается, вот этот вариант, где они смотрят в одну сторону неправильно, значит, ответ у нас, она стоит криво относительно этих линий, получается ответ С. Енді 14-ші есепте бізде диаграмма берілген. Бұл жерде Колби, Бренда, Алиша деген адамдардың пайыздары берілген. Және де бізде Бренда 36, if Brenda received 36 votes. Votes есепте маңызды емес, ол нені алғаны, маңыздысы Бренда, ол бізде 36-ға тең. Енді мынаяқта пайызбен алатын болсақ, ол 30 пайыз, 30 пайыз 36-ға тең. Then how many votes were cast all together? Votes деген негізі голос, яғни жаңағы голосование деп айтады ғой. All together деген сөз 100 пайыз барлығы нешеге тең. 30 пайыз 36-ға тең болатын болса, 100 пайыз неге тең. Ол үшін 36-ны жай ғана 30 пайызға бөліп саламыз. Сонда бізде
36 бөлінген 130, яғни бізде не шығады? Екеуін қысқарта салам. 36-ны 10 бөлінген 3-ке көбейтемін. 3 пен 36 қысқарады. 12 көбейтілген 10. Жауабы 120. Немесе бұл қиындатпай 30% менде 36 болса, 10% менде неше болады? 3-ке бөлем 12 болады. Яғни 100% 120-ға тең болады. В 14 задаче нам дали то, что есть кандидаты для кандидатов в президенты школы. Получается, каждый из них получил какие-то голосования, votes-то. Здесь есть проценты, но мы знаем то, что Бренда received 36 votes. Бренда получила 36. Ну, здесь не обязательно понять суть. Главное то, что Бренда это у нас 36. И с другой стороны мы знаем то, что Бренда здесь получила 30% голосов. 30 это у нас 36. Then how many votes were cast all together? Ну, в общем, сколько, да, написано. В общем, это означает 100 это сколько. Ну, понятно, что если 30% это у нас 36, значит 10% в 3 раза меньше будет 12. Значит 100% будет 120. Ответ Д. Енді соңғы есепке де келіп жеттік. Бізде соңғы есепте the 5 pieces shown below can be arranged to form 4 of the 5 figures shown in the choices. Which figure cannot be formed? Мына жерде сәл қателескен. 5 фигура бар, осылардан мыналарды құрастыру керек дейді. Бірақ біреуінде құрастыра алмаймыз. Қайсысында құрастыра алмаймыз дейді. Енді құрастырып көрейік. Біріншісі бола ма екен? Бізде 5-те 1, мынаған былайынан жалғай саламын. Одан кейін 1 мен 4-ті қосам, 3 пен 2-ні қосам. Бұл болады, иә. Келесі, мына жерде 5, 3, 2 бөлек тұр. Мына жаққа демек 1 мен 4-ті ала салам, иә. Мына жерде 5-ті қойылатын, 5-ті қойылмайды мұнда. 5-ті қойылмайды. Мына жерде қалай болады екен? 5-ті мұнда қоям, басқа орын жоқ. 4, 1 болатын болса, мұнда 2, 3-ті былай қойсам болады. Демек, жауабы С екен. 5-ті ешке жерге қоя алмайым. Так, вот и подошли к последней задаче. У нас здесь даны 5 таких фигур. Из них нужно составить эти фигуры, сложив, конечно же. Но сказано то, что один мы не получим никак. Давайте попробуем это сделать. Здесь 5, конечно же, вот сюда. Потом 4, 1 можно сложить. И здесь можно сложить 3 и 2. Ну, первое получится. Второе, 5 сразу идет сюда. Тройка здесь, двойка здесь. Здесь единицу и 4 можно сложить и получить пятерку. Получается, здесь можно. В третьем пятерку куда можно? Вот сюда нельзя. Но 5, вот это вот здесь никак мы не получим. Получается, ответ должен быть С. Давайте попробуем сделать последнее D, да? 5 обязательно сюда, 4 сюда, 1 сюда, 3 сюда и 2 сюда можно сделать. Значит, D тоже можно сделать. Остается только С. Осымен біз аудандық кезеңдің талдауын бітірдік. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қалалық кезеңге өткендерді құттықтаймыз. Сіздерге сәттілік. Вот и закончился наш разбор 5 класса районного этапа Олимпиады «Жас Юрдит». Спасибо за внимание. Поздравляю всех, кто прошел на финальный городской тур. И желаю удачи. До свидания.